Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Бүгін біз сіздердің асхана туралы шынайы ойларыңызды тыңдағымыз келеді. Нені жақсартуға болады, сізге не ұнайды? Ашық микрофон сіздердің ашық ойларыңыздың ала. Сәлеметсіздер ме? Біздің асханада барлығы керемет, барлығы жақсы. Асханада асхана қызметкерлерінің қызмет көрсетуі ұнайды. Біздің асханаға ораза қарсаңында сіңімді, тойымды тамақтар және тәтті тағамдар қосылса деп сұраймыз. Асхананың тамақтары маған ұнайды. Өте дәмді, өте керемет тамақтар. Асхананың тамағы дәмді, маған ұнайды. Бірақ балалардың су ішетін жерін жасау керек сияқты. Маған асханада тамақтар өте ұнайды. Әсіресе палау күшті. Компот береді. Сәлеметсіздер ме? Асхананың тамақтары ұнайды. Қызметкерлердің жұмыстарына сәттілік тілеймін. Асханадағы тамақтардың бәрі тәтті, шетінен өзі пайдалы, және де өзінің көбінес пайдалылығымен жақсы. Мен асхананы жақсы көремін. Өте керемет, әсіресе компоттары, көптеген тамақтар береді, оның барлығы бізге пайдалы. Бізге асханадағы апайлар су берсе екен, және де асханадағы апайлар сәл қаталау. Бізге су бермейді. Бізге асханадағы тамақтар өте қатты ұнайды, және оның ішінде түрлі көкөністер, жеміс-жидектер бар. Маған асхананың тамақтары өте қатты ұнайды. Ішінде жеміс, көкөністер, тағы да көп көкөністер пайдалы. Бізге асханада тамақтар ұнайды, және оның ішінде бізге пайдалы жеміс-жидектер бар. Асхананың тамақтары маған өте ұнайды. Оның әсіресе ішіндегі гречка маған ұнайды. Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар? Асхана тағамдары ұнайды. Мен көбінесе каша жеймін таңертең. Кофе ішеміз. Кезекте біз асхана қызметкерлерінен жауап алатын боламыз. Кеттік. Сәлеметсіз бе, Эльмира апай? Сізге бір-екі сұрағым бар еді, жауап беріп өтсеңіз. Бір күнде мектеп асханасында неше балаға тамақ дайындалады, ыстық тамақ? Біздің асханамызда күніге 746 балаға ыстық тамақ әзірленеді. Рахмет. Келесі сұрағым, балаларға сіз жиі айтатын сөзіңіз қандай? Саламатсыздар ма, балалар? Келесі сұрағым, сізге жұмысыңызда не қиын? Балалардың көңілін табу қиын, көбіне. Жауабыңыз үшін рахмет. Келесі кезекте біз Али апайдан жауап алатын боламыз. Сәлеметсіз бе, Али апай? Сәлеметсіздер ме? Сізге бір-екі сұрағым бар еді. Сіздер таңертең жұмысын нешеде бастап, кешке нешеде аяқтайсыздар? Біз таңертең жұмысты сағат 7-ден бастап, кешкі 5-ке аяқтаймыз. Өте керемет. Келесі сұрағым сіздерге балалар тарапынан жиі қойылатын сұрақтар немесе ұсыныстар. Балалар тарапынан қандай тамақ болады апай деген көп сұрақ болады. Нешеде келсек екен, тамаққа нешеде келсек деген сол сұрақтар болады. Келесі сұрағым, сіздер балаларға көп айтатын сөздеріңіз күнделікті? Балалар тазалықты сақтаңдар, мусор тастамаңдар, сол сұрақтар көп. Сізге рахмет, жауабыңыз үшін. Жеп жатқан тамағым өте дәмді және күшті тамақ. Оны өздеріңізді жеп көрсеңіздер болады. Өте дәмді. Біз бүгінгі сауалнамамызды барынша шынайы өткізуге тырыстық. Асхана қызметкерлеріне мың алғыс, қолдарыңыз деп көрінсін. Бүгінгі өтініш және ұсыныстарды барынша алдағы уақытта қарастыруға тырысамыз.